Сәлем менің сүйікті достарым. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте оңай салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет заттар: жұмыртқа, қақталған тауық еті, қияр, помидор, пекин капустасы және майонез керек болады. Енді біз бұлардың бәрін турап аламыз. Достар, мен бәрін турап алдым. Негізі кез келген қылып турай беруге болады. Мен қиярда осындай қылып турадым, ал капуста мен тауық етін осындай төрт бұрышты қылып турадым. Енді біз оның бәрін араластырып аламыз. Мен капустаға жұмыртқаны саламыз. Одан кейін тауық еті, қияр және қызанақты саламыз. Үстіне майонез қосып, араластырып аламыз. Және дәміне қарай тұз саламыз. Сонымен достар, біздің салатымыз дайын. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте оңай, дәмді болып шығады. Иісі деген енді керемет. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.